Сәлем баршаңызға. Каналыма тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Бізге 5 жұмыртқа, 250 грамм қант, 2 ас қасық крахмал, жүгері крахмалы, картоп крахмалда бола беретіңіз. Сосын ұн және өсіргіш керек болады. Ал бисмилла, бастайық. Екі жүз елу грамм қантымызды қосып, әппақ болғанша жақсылап миксерлейміз, бір 5-6 минуттай. Осылай әппақ болып көбіршіді. Осыған ұнымызды, өсіргішімізді және 2 ас қасық крахмалымызды қосып миксерлейтін боламыз. Осылай тестамыз дайын болды. Осы божанға жақсылап майлап аламын, жабысып қалмас үшін. Жетпіс дәрежелі тұғапта 35-40 минуттай пісіріп аламыз. Жеті жүз елу граммдай құлпынай, жарты лимонды осылай сығып алдым, 100 грамм қант. Осы құлпынайларымызды, клубникаларымызды тазалап алып, майдалап турап, осылай
100 gram qant. Limon. Осылай 4-5 saatқа қойып қоямын. 3-4 saatқа қойып қойдым осылай. Суы шықты. Осының суын сүзіп алып, суынан желатин жасайтын боламын. Екі 150 грамм шырын шықты. Соған 250 грамм таза су қосамын. Енді осыған 2 ас қасық қант, 2 ас қасық крахмал қосамын. Дайын болды. Қоямын. Енді осының үстіне құп майларымызды тура төге саламыз. Үстіне төгетін құп майларымыз осылай дайын болды. Кремасын жасау үшін 800 грамм сүт қоям, 1 литр қойсаңыздар да болады. Мен 800 грамм қойғым деп тұр. 800 грамм сүт, 100 грамм қант, 100 грамм ұн, 50 грамм крахмал қосамын. Осылай қойылып піседі. Бұны тоқтамай қорып, осылай айландырып тұруларыңыз керек. Пісіп жабысып қалады. 1 ас қасық сармай қоссаңыздар болады. Менде банлиі жоқ. Сармайдан қосамын. Астына өшіремін. Суытып қойымыз керек. Креманы толығымен суытып, заварной кремді миксерден тағы да бір өткізіп алайық. Енді жасаған кексімізді осындай тесіп шығамыз. Соғыс сүт құямыз. Енді осыған соғыс сүт құямыз. Енді үстіне кремасын құйып, оның үстіне құп майдан жасаған жөлемізді құямыз. Бисквитімізге қолдан жасаған кремамызды құямыз. Креміміз болды. Қазір құлпынайымды төгем. Бисквитім қатты үлкен болып кеткендіктен мен шетіне осылай қағазын етіп қойдым.
осылай майлап турап, дайын желатин араластырып, осылай үстіне төге салсаңыздар да болады. Осылай құтмаймен тортымыз дайын болды. Енді осыны бір түнге мүмкіндік болса, мүмкіндік болмаса 5-6 сағатқа тоңазытқышта қойып қоятын боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді. Дәмі деген керемет.